Мында бар жоғы 12 жасар қыз бен 10 жасар баланың үйлену тойлары болып жатыр. Оларды қойшы мақыл, мында почти бөпелердің үйлену тойлары болып жатыр. Құдай біледі неше жас екен, бірақ примерно 4-5 жасар сияқты. И олар цыгандар. Бізде көбісі сиган деп те атайды. Олардың көшеде нагло ақша сұрап жүретіндері, мысалы мұнда бір кішкентай жігіт көшеде ақша сұрап жүрмесе мені аямай ұрады деп жылап жатыр. Тағы басқа баланы полиция неге ақша сұрап жүрсің деп әкетіп жатыр. Цыгандардың ұрлықтары, ластығы, төбелестері, өлген адамды жерлейтін кезде тіпті машинасын, алтындарын да қосып көметіндері. Сәлем, сіздермен Диана Q. Әлемнің түнегі бағдарымның 2-ші бөлімін цыган халқына арнағым келді. Охо, енді не деген қызық ақпараттарды таптым. Тағы да қазақ болып туылғаныма шүкір деп аузыңызды ашып қалатын боласыз. Бейшара қыздың кішкентайынан ақ психикасының быт-шытын шығардау, жылап, аңырап, папа тұрмысқа шыққым келмейді десе де, оны тыңдап отырған біреу де жоқ. Қыздың жасы 12-де, ал күйеуінің жасы 10-да. Қызы білмеймін, бірақ бала дым-да түсініп тұрған жоқ. Не болып жатыр өзі деп. Келіншектің жан-жағына еркектерді толтырып қойып, бірінен кейін бірі вальс билеп шығып жатыр. Ал мынау Султан және Еван атты бөпелердің тойы. Жастары неште екен точно айта алмаймын, бірақ примерно 4-5 жасар сияқты. Цыгандар негізі постоянно ерте тұрмыс құрады. 12-13 жасар кездерінде. И тек өздеріне, яғни цыган мен цыган ғана тұрмыс құра алады. Егер бір орыстыма или басқа ұлтқа үйленем десе, осылай қырылып қуып шығады. Балалар хотя бы кімге үйленетінін де білмейді, даже танымайды да. Еще ешқашан ажыраспайды. Хорошо, когда женятся молодые, нам это интересно. А уже 18 лет, 19 лет, она старая, куда пойдете? До 13 лет и прям 13 рожают. Да. Тойда қыз жақ ешқандай ақша құртпайды екен, тек ұл жақ тойды да, қыздың көйлегін де бәрін өз мойнына алады. Өйткені олар ұлдарын үйлендіріп емес, өздеріне служанка сатып алып жатыр. Той өткен соң қыз не оқымайды да, и вообще-то 12 жасар қыз әлі мектепті бітірмеген де ғой. Үйден ешқайда шығуға да ақысы жоқ, тек сол үйдің тірлігін істеп жүре беру керек. Әйелдерді төмен санайтындары сонша, 2 этажды үйлері болса, әйелдердің жоғары шығуына ақысы жоқ, тек төменгі қабатта жүруге тиіс. Ай құдай, қандай заманда өмір сүріп жатырмыз. Бұл қыздың аты Света. Ертеңгі күні тұрмысқа шыққалы жатыр, жасы бар жоғы 12-де. Ал бүгін ол мектебіне соңғы рет барып жатыр, барлығымен қоштасып қалу үшін. Ну, я тоже попрощаться. Ну, почему? Ну, у меня послезавтра свадьба. Я не буду больше. Я последний день пришла в школу. Бұл мектепте тек цыгандардың балдары ғана оқиды. Ары барса 6-шы классқа дейін ғана. Өйткені ары қарай барлығы үйленіп, и тұрмысқа шығып кетеді. Олардың ойынша тек қана жазуды и оқуды үйренсе болды. Өйткені олар дипломмен жұмыс істемей-ақ не істейді? Басқалардан ақша сұрайды. Бірақ бұл жайлы сәл кейінірек. Света мектепке барып, бәрімен қоштасып, ертесіне тойы болып жатыр. Бұл оның күйеуі. И бірдеңе айтайын, күйеуге барлығына бәрібір. Ол әшейін по факту бары болса болды. Главный бұл жерде тек қыз ғана. Яғни оны үйден шықпайтын құл қылып алу. Ал мынау королевский красавицалар тойға келген қонақтар. Бұлай киініп и слишком боянып бару олар үшін дәстүр. Кедейлік, жан-жақтың бәрі лас, максимально шіріген тістер. Дәл осылай 99% цыгандар өмір сүреді. Бай цыгандар өте аз. И именно ақшасы көп цыгандар жайлы айтайын. Егер бір цыган байса, онда ол жайлы бүкіл әлем білу керек. Мысалы, мына үйді байқадыңыздар ма? Сыртында Louis Vuitton брендінің логотипі тұр. Үйдің іші де сондай. Louis Vuitton кухня, Armani логотипімен пол, Gucci пастель, өңшем бай цыгандар тұратын Бузеско қаласы бар. Ең арзан үйдің, яғни почти сарайдың бағасы кемі $30 миллион. Біздің ақшамен 15 миллиард теңгеден көп. Байлықтарында енді шек жоқ. Үйіндегі барлығы алтын, прям барлығы, тіпті унитазда. Алтын цеп, алтын крест, алтын галстук, алтын тістер, алтын үлкен алқа, алтын корона, даже алтын шалбар. Көбісінің айту бойынша цыгандар бір күн алтын тақпай, қолдарына алтын ұстамай жүре алмайды екен. Бізде қайтыс болған адамды жерлеу қалай өтеді? Дініміз бойынша
өлген адамның бірде-бір затын қасына қосуға болмайды, я. Тіпті маникюрі болса, жасанды кірпігі болса, таза жерлену қажет деп бәрін алып тастайды. Ал цыгандарда вообще басқаша. Қарап отырып, точно жерлеп жатыр ма деп ойлап қаласың. Олардың ой бойынша өлген адамға жердің астында максимально жағдайын жасап қою керек екен. Жерді жай ғана қазып қана емес, целый бір бөлме құрады. Евроремонт жасайды, шкафтар, заттар, телевизор, одан бөлек ішімдік, телефон, алтындар. В общем, өлген цыганға тірі кезінде не ұнаған, соның барлығын қосып жерлейді. Тіпті бір бөлмемен ғана шектелмей, жердің астынан кәдімгі үй салып, машинасын кіргізіп қоятын гаражға дейін құрады. Кейбір надан адамдар өлген адамды қазып шығарып алып қорлап жатқанда сонша байлықты қалай ұрламасын, не? Дәл солай екі ұры дуалды сындырып кіріп, телевизорды, өте қымбат вазаны, ал өлген адамның қолынан алтын сағатты, браслетті, мойнынан алтын цепті шешіп алып ұрлап кеткен. Бірақ сонда да оларды полиция почти сразу ұстап алды. Қайтыс болған адамның қабіріне кондер, Wi-Fi, свет те орналастырып береді екен. Көріп тұрғандарыңыздай байлықтан алдын сол байлығымен мақтану олар үшін бірінші орында. Кішкентай кезімде көп еститін едім. Цыгандар негізі көшеде бейшара болып ақша сұрап отырғанымен үйлері біздігінен де күшті болады деп. Сол рас сияқты ғой. Жаңа айтқанымдай, бай цыгандар өте аз. Көбісі мусорды ақтарып, жейтін зат іздеп, немесе көшеде әркімнен ақша сұрап попрошайка болып жүреді. Біреуді алдағанды қатырып жібереді. Мысалы, мұнда мұқият қараңыздар. Қара киімдегі цыган магазинге келіп, бірдеңені сатып алмақшы болады. Ақша төлейтін кезде карманынан крупный ақшаны алып, сатушыға бермей, қайттан карманын ақтарып жатыр. Типа майда ақша іздеп жатқандай. Кейін жаңағы крупный ақшаны қайттан өзіне салып, ұялмай сатушыдан сдачаны алады еще. Бейшара сатушы жаңағы крупный ақшаны алдым деп тұр ғой. Получается, цыган қалаған затын тегін алды, плюс еще ақша алып кетті. Олардың ұрлағандары ғой вообще ужас. Именно бірдеңені ұрлау мақсатында ұзын юбка киіп алады. Мысалы, мұнда цыганка кәдімгі телевизорды бұтының арасына қыстырып ұрлап жатыр. Ал мына жақта тағы бір цыганка бір ящик пивоны ұрлап жатыр. Бұл вообще целый продуктовый тележканы ұрлаған. Міне бір цыганка супермаркетті тонап ұсталып қалған кезі. Ұзын юбкасы болмаса да осынша затты ұрлай алады екен ғой. Қалай жабысып тұрған шалбарға осының бәрін сыйдырған Құдай білсін. Бұл зданияның камерасынан түсіп қалған видео. 3 цыган подружкалар алтын сататын жерді ұрлап жатыр. Екеуі сатушымен сөйлесіп тұр, ал үшіншісі алтынды ұрлап жатыр. Мә, саған наглостарында шек жоқ. Тапа-тау түсте мына зданиядағы телевизорды ұрлап жатыр. Оны шешіп алып, терезе жақтан шығарып, сыртқа шығып алып кетті. Именно цыгандардың балалары көшеде адамдардан ақша көп сұрап жүреді. Мысалы, мына видеода егер көшеде ақша сұрап жүрмесе, мені аямай ұрады деп кішкентай бала жылап жатыр. Тағы біреуі ақша деп өтірік жылап тұр. Нет денег. Ал мына баланы адамдардың мазасын алып ақша сұрап қоймағаны үшін полиция әкетіп жатыр. Ал бұл кішкентай бала берген ақшаның өтірік екенін білді. Үлкендеріне келсе, көбісі типа инвалидпін, аяғым жоқ деп отырады да, бір қарасаң басқалармен төбелесіп жүреді. Қазір дым болмағандай қайттан аяғым жоқ, ақша беріңдерші деп сұрап отыруға кетіп бара жатыр. Тағы бір сондай видео. Аяғым жүрмейді деп отырған апа орнынан тұрып, видеоға түсіріп отырған қызды қуып жатыр. Давай, вставай! Не обманывай людей. Начали ходить. Во, ты смотри. О!
И смотри, даровал Господь исцеление ног. Ал бұл қартайып белімді аламай қалған апамын деп отырған еді. Басындағысын шешіп қалса, кәдімгі 12 мүшесі сау жұмыс істей алатын жас қыз болып шықты. Соған қарамай бәрібірде қаншама цыгандар жұмыс істеп дамудың орнына адамдардан ақша сұрап кедейлікте өмір сүруді жөн санайды. Әрине өкінішке орай. Біздің ұлттық тағамымыз бешбармақ, өзбектердікі палау болса, цыгандардікі кірпі. Иә, дұрыс естідіңіздер, кірпі. Қайнатып да, қуырып да жей береді. Тазалыққа келсек, Индиядан қалыспайды. Өте лас халық. Посрали все до такой степени. Они, извините меня, гадят в ведро. Это ведро они выливают прям с порога свои помойки. Мысалы, мұнда жаңадан берілген үйді демде дымын қалдырмай кір қылып сасып тастайды. Бірақ өздері никак мойындамайды. Ешкімнің айтқанын тыңдамай заңға да бағынбайды. Егер бір цыган қылмыс жасаса, даже адам өлтірсе де, қасындағы цыгандардың ешқайсы полиция шақырмайды. Бір-біріне өте адал. Бірақ сонда да полицияға ұсталып қалған кездері көп болып тұрады. Мына жақта ойбай, менің жақындарымнан таза адам жоқ, зиян заттарға жоламаймыз, наркотикке тем более деп жатыр да, кейін просто так қалтасынан полиция наркотик тауып алады. Тіпті оның досынан да. Оның мамасы болса аңырап жылап жатыр. В общем, жасағанын ешқашан мойындамайтын халық десем де болады. До конца өтірік алдап кетеді. Так енді, неужели все так плохо? Неужели цыгандардың жақсы жақтары жоқ? Ну, ұлттық билері маған ұнайды. Еще цыгандарда біздің қазақтардың еркектерінде жоқ қасиет бар. Олар ешқашан өз отбасын тастамайды. Измена вообще жасамайды. Өз туыстарын, басқа цыгандарды қатты бағалайды. Мынау естеріңізде болсын, ұлттың жаманы емес, адамның жаманы болады. Тем более қазір біз цыган болсақ та ұры емеспіз, попрошайка емеспіз, жұмыс істейміз, ерте тұрмыс құрғанды қолдамаймыз деп жүрген цыгандар өте көп. Көбісі әсіресе жастар жақсы жаққа ауысып келе жатыр. Өзім де көріп қуанып қалдым. Ал цыган халқы жайлы ролигім сіздерге ұнады ма? Әлемнің түнегінің келесі бөлімі қайсы ел болғанын қалайсыздар? Комментарийде жаза кетіңіздер. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.